Бүгін біз саңырауқұлақтарды пісірейін деп жатырмыз. Мен күйеуім жақсы көреді осы тамақты. Күнде пісірсең күнде жей береді. Ең алдымен біз бірінші саңырауқұлақтың барлығын жуып аламыз. Тазалап, кірлерінен кетіріп, сосын барып қуырамыз. Саңырауқұлақтардың рецебі менің каналымда бар. Кіріп, көріп шықсаңыздар болады. Сол рецептпен жазсаңыздар, бірақ шын мәнінде өте дәмді болып шығады. Солай, достар. Барлығын осылай тазалап аламыз. Сосын ет қосамыз, картоп қосамыз, сосын пияз қосамыз. Күрлері